Мұғалім болу бұл білім беруден де артық. Яғни бұл өз келбетіңді сақтай білу. Бұл кез келген жағдайда бетпе-бет келуді үйренуді білдіреді. Өз энергияңызды басқаруды үйрену. Тек тыңдауды ғана емес, естуді де үйрету. Білім беру, ол жағымды таң қалдыру. Тіпті әлем тез өзгеріп жатқанда да мұғалім қашықтан оқытуды жалғастырды. Кейде тіпті ойламаған сәттер туындағанда да ол тек жақсы білім мен тәрбие беруге, жас ұрпақты мықты етуге тырысады. Оқушыларды мейірімді, жауапкершілікті болуға үйретуді жалғастырады. Әркімге жақсы мұғалім бәрінен де қымбат. Өйткені мұғалім мектептің жүрегі. Ұстаздар, сіздерге шыдамдылық, түсіністік пен адалдық үшін алғысымыз шексіз.